Саламатсыздар ма, сіздер үшін тағы бір видео. Кестенің артындағы карка қағазды қалай аламыз. Яғни кестенің артында тігісі осылай көрініп тұрады. Қорықпай су шашасыздар. Әдемілеп су шашып алғаннан кейін суды қағаз бойына сіңдіреді. Одан кейін жайнап жұлып ала бересіздер. Карка қағазының бір жақсы жері тез жуынады. Қалғанын арасындағының бәрін инемен тазалап аласыздар. Инемен болмаса үшкір жібін үзіп алмай тазалап аласыздар. Кестеміз дайын. Артын тазалап алдық. Әдемілеп артық жіптер болса кесіп алып тастаймыз. Алдынан қарағанда осындай. Енді осыны пяльцадан шығарып аламыз. Осыны қалай кесу керек дейді. Кескен кезде артындағы жіптеріне тигізбей, осыны шетінен кесіп алатын боламыз. Жіпіне тигізбей кесіп аламыз. Енді осына шетін бәрін кішкентай қайшымен кесетін боламыз. Жібіне тигізбейміз. Артындағы жібіне тигізбейміз. Қазірмен кесіп болған соң сіздерге көрсететін боламын. Міне дәл осылай кесіп алдық. Көрсеткенде байын. Мына жерлерімен қалдырдым, себебі орамалға тіккен кезде мына жеттер ажырап кетпеу үшін. Түсі орамалдың түсімен бірдей болғандықтан көрінбейді. Енді орамалға қалай тігесіздер. Біздің орамалымыз дайын. Осындай орамал дәл ортасын тауып аласыздар. Дәл ортасын тапқаннан кейін мынаны дәл ортасына осылай қоясыздар да. Көктеп тігесіздер. Инеменен көктеп тігесіздер. Екі шеті бірдей болу керек. Сосын былайынан ортасына жүргізсеңіздер болады моншақпенен, себебі мына орамал бастан түсіп кетпеу керек. Шифон матасы болғандықтан бұлар сырғиды. Сондықтан жақсылап инеменен моншақпенен көктеп шықсаңыздар болады. Мына оюды инемен мына шетін бәрін айналдырып көктеп шығасыздар. Айналдырып, сонда оюңыз жылжымайды. Кейін орамалды жуған кезде мынаны сөгіп ала саласыздар да орамалын жуып, қайттан тіксеңіздер болады. Моншақтарыңыз құрымайды сонда. Кестеленген моншақ құрымайды. Кестені тігіп бітірдік. Мына жеріне мен моншақ қойдым. Себебі орамал тыққан кезде мына орамал жеріп қалмау үшін асты осылай болады. Мына кестенің асты тіккен кезде, көктеп тіккен кезде байынан болады. Кейін орамал жуған кезде кестені аласыздар дағы, орамалды жуып қайттан тігіп қойсаңыздар болады. Бастан сырғымайды, өте әдемі тұрады. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Тағы да қызық видеолар болса, қоңыраушаны басып қойыңыздар бірінші болып көру үшін.
осындай видеоларды салып тұрамын. Өте әдемі шықты. Сыйлыққа бергенге де ұялмай бересіздер. Өте қымбат көрінеді баста. Сіздерге сәттілік.